这次的整挺好，全都给包好了，这个得重点表扬。你们是不知道，我们挤运过那么多次穿过的鞋，没有几次是像这样包着膜过来的。哎，那个味儿啊！你们发鞋子过来的时候啊，不用担心会漏发。我们收到货之后呢，都会一双双摆好，给您拍照确认。像这样整整齐齐，一目了然。别说少只鞋，少个鞋带，我都会告诉你的。先给您一双双的装整齐，然后再垫一层泡沫棉，再给您做好密封就 OK 了。Иә достар, жаңа көргендей бұл видеодағылар рас. Қытай маркет білесіздерінде поддержанный дейді, яғни ұсталған товарлар да сатылады. Сол себепті товардың белгісіне аса қатты мән беріңіздер, әсіресе электроника заттарын сатып алған кезде. Себебі ол жерде көбінесе бұл, яғни ұсталған товарлар сатылады. Мысалға, мына бір iPadты қарайтын болсақ, мына жердегі белгісі тұр. 2 минус сызықшасы бар белгіше бұл товар бұрын ұсталған деген мағынаны білдіреді. Киімдерде Pinduoduo сайтында өте сирек кездеседі, алайда міндетті түрде товар алған кезде бүкіл белгілерін қарап, отзыв, комментарий қарауды ұмытпаңыздар. Комментарийді білесіздер, тек қана жағымды емес, міндетті түрде жағымсыз негативті комментарий бар ма, соны қарап алыңыздар. Мұндағы қарасаңыздар товардың ешқандай сұр комментарий, яғни негативті комментарий жоқ екен. Осы тәрізді салыстырып қарап алсаңыздар болады. Мына iPad сататын магазин бізде, яғни бұл электроника товарын сатады. Мұнда басқа да техника түрлері бар, өте көп емес. Huawei дейді, iPad. Осы секілді магазиндердің белгілерін білетін болсаңыздар, товар алуда қателеспейсіздер.